Сәлем достар, қазір мен сіздерге Pinduoduo'дағы товардың страницасын таныстырып өткім келеді. Pinduoduo'мызға кірдік. Алдындағы сабақтарда мен сіздерге мына жерді түсіндіріп өттім. Енді астына қарай түсе беретін болсақ, бұл жерде бізде умная лента. Умная лента деген үстіндегі мына сөзбен іздеген кезде, фотомен іздеген кездегі шығып отыратын товарлар. Мысалы, сіздер детские вещи, киім, косметика, тағы басқа заттарды көп іздесеңіз, осы жерге Pinduoduo сізге іздеген заттарыңызды және ұқсас заттарды шығарып көрсетіп отырады. Ал егер товарымызға келетін болсақ, бұл бізде товардың суреттері. Міне астындағы мына қызылмен тұрған бұл акция болып жатыр деген сөз. Қаралар бар кездестірсек, бұл бренд деген сөз. Мінекей мына жерде міне акция и бренд. Мынау брендовый планшет, соған акция қазір жүріп жатыр. Мына жерде брендовый куртка. Ендігі товарымызға келетін болсақ, мінекей жаңа айтқандай акция. Мына жерде міне бұл товардың описаниясы. Бұл жерде міне 39-9 юаньға қазір акция болып жатыр. Мына жерде мынау сатылым бағасы 33 мыңнан көп сатылды. Мына жерде 100 мыңнан көп сатылым болды. Мына курткаға кіріп көрейік енді. Ол кіру үшін үстінен бір рет қана басамыз. Мінекей біз страницамызға өттік. Бұл жерде бізде товардың суреті. Мына жерде міне ұл бала осы куртканы үстіне кигенде қандай болады, соны көрсетіліп тұр. Оның үстіне бассақ, қазір сол видеоға біз кіреміз. Мінекей мынаған ұқсас куртка. Бұл магазинде даже осындай куртка сатылады екен. Мінекей жаңағы товарымызға өттік. Мына жерде осы суреттері бар. Егер суреттерді баса берсек, мына жерде осындай түстер шығады. Значит, бұл жерде мына куртканың қоңыр түсі бар, қара түсі бар, ақ түсі бар. Осындай мына түстері бар екен. Одан кейін астына қарай жүретін болсақ, мінекей мына жерде юань 79-9 юаньмен акциямен сатылып жатыр. Негізгі бағасы 140 юань. Мына жерде 100 мыңнан аса сатылым болды. Мына жерде 132 штуктан көп алса 6 береді. Егер 2 штуктан көп алсаңыз, мына жерде 9,3% скидка беріледі деген белгі. Мына жерде товарымыздың описаниясы. Мына жерге келетін болсақ, бұл жерде совместный закуп. Pinduoduo деген бұл совместный закуп деген мағына. Совместный закуп арқылы сіздер қалаған товарларыңызды скидкамен, акциямен өте төмен бағада сатып ала аласыздар. Егер мына үстінен өтетін болсақ, бұл жерде полностью совместный закупқа қатысып жатқан адамдарды көре аласыз. Қызыл кнопканы басып, сол закупқа присоединиться етіп ала аласыздар. Мына жерде товарды алған адамдар, осы куртканы алған адамдар отзывтар қалдырған. Осы кіріп сіздер сол отзывтардың живой фотоларын көре аласыздар. Осы любой фотоға басып, мінекей адамдар өз суреттерін көрсетіп, видеосын салды. Мінекей фотоларын салды. Отзывтар бар. Әр отзывқа бассаңыздар, бұл жерде качество жақсы, размері тура келді, материал жақсы деген отзывтар қалдырған. Бұл жерде көбе. Каждый отзывқа басып, переводқа салып, переводтауға болады. Бұл отзыв, мына жердегі отзыв осы курткаға қалдырылған отзыв. Ал егер магазиннің отзывтарын көрем десеңіздер, мінекей магазиннің отзывтары. Бұл полностью осы магазиннен алынған заттардың отзывтары. Ол үшін біз мына жерде үстінен бір рет басамыз. Осы жерден кіру үшін мінекей мына стрелкаға басамыз. Одан кейін міне осындай отзывтарға өттік. Полностью 2460 отзыв қалдырылған. Мінекей бұл осы магазиннен алынған курткалар. Осылай қарап, егер бір курткаңыз ұнаса, сол курткаға кіріп алуға болады. Мысалы, бір куртканы алайық. Мына куртка маған ұнап қалды. Мына куртканың ұнады, отзывы да жақсы екен. Ол курткаға өту үшін мына қызылды басамыз да, осы куртканың страницасына өтіп, заказ жасауға болады. Мінекей бұл магазинге қалдырылған отзыв. Мына жерде біздің магазиніміз туралы рейтингі шығып тұр. 4,5 рейтингі бар.
10-100 мыңнан аса сатылымы бар. Бұл жерде міне қазір бұл магазинде акция болып жатыр. Магазин логотипі, магазиннің аты. Я магазинімізге өту үшін осы кнопкамызды басамыз. Мінекей магазинімізге өттік. Бұл біз үстіндегі жаңағы айтқанда магазиннің аты, мына жерде логотипі, магазинім, мына жерде магазинім қанша сатылым болды, мына жерге осы магазинге қалдырылған отзывтар. Сосын мына жерде міне осында плюс деген белгі тұр. Бұл плюс деген не белгі? Егер бұл сізге осы магазиннің курткалары, товарлары ұнаса, ендігіде осы новинка салынып тұрса, сіздер қалып қалмас үшін осы плюсты басып подписка жасайсыздар. Алдағы уақытта новинкалар салынып отырса, сізге уже уведомление келіп отырады. Астындағы мынау сурет мініп осы магазиннің сатушысымен сөйлесу. Астында мынау қазіргі жақсы сатылымда хит болып жатқан товарлар. Одан кейін мынау екіншісін басатын болсақ, мынау полностью магазиндегі товарларымызды көреміз. Мінекей осы магазинде қандай да товар бар, осыны көре аламыз. Мінекей мынаны басатын болсақ, мына жерді басатын болсақ, бізге купон беріп тұр. Міне осы купонды қолданып алуға болады. Қызылды бассақ, осы купонды қолданып ала аламыз. Алдағы сабақта сіздерге купон туралы мен түсіндіремін. Тағы да крик шығып кеттік. Содан кейін астына қарай өте беретін болсақ, мына жерде мінекей осы магазин тағы да товарлары көрсетілген. Сосын мына жерде міне осы куртканың описаниясы полностью. Астына барсақ, полный описаниямыз шығады. Мінекей осы описанияны переводчикке салып, переводтап көруге болады. Мына жерде 18 мен 25 жасындағы арасындағы балаларға арналған. Содан кейін астына қарай өтетін болсақ, бұл міне курткамыз іші осындай жүні бар екен. Сосын мына жерде міне куртканың размері, осыны осы жерде МК-сы мынау өлшейсіздер өздеріңіз, беліңізді, кеудеңізді, бойыңызды полностью өлшеп, осындай қандай размер екен сіздер өздеріңіз біліп санап аласыз. Себебі осы Қытайда размерлер басқаша болып келеді. Әр магазиннің размерлер әртүрлі. Бір жерде сіз L-ка кисесіз, бір жерде M-ка кисесіз, бір жерде XL-ка кисесіз. Солай сияқты міндетті түрде өлшеп алу керек. Астына барсақ, мінекей тағы да көрсетіліп тұр. Магазинде қандай түстер бар екен курткаларын. Мінекей детальный суреттері кетті. Замогын, қалтасын бәрін көрсетіп. Астына қарай келетін болсақ, бұл жерде басқа да курткалар шығып тұр реклама ретінде. Сосын мынау үстіне деген кнопканы бассақ, ең бас жағына келеміз. Сосын мына астына қарай келетін болсақ, бұл тағы да екінші жолы. Бірінші жолы ана ортасында болса, екінші жолы мына жерден магазинге өтуге болады. Мына жүректі бассақ, бұл курткамызды корзинамызға салып қоямыз, сатып аламыз деп. Егер сіз ұнаса, бұл куртка сатып аламын десеңіз, осы қызылды басып қоясыз. Мына жерде міне сатушымен сөйлесу. Мына жерде міне екі баға тұр. Бірінші бағасы 39,9. Бұл негізгі бағасы өзі. 79,9. Бұл акциямен, закуппен сатылып жатқан баға. Мінекей товардың страницасын сіздерге көрсетіп өттім. Сұрақтарыңыз болса сұраңыздар. Негізгілерін сіздерге айтып өттім. Магазиннің қай жеріне көңіл бөлеміз? Магазиннің мына жеріне көбінесе көңіл бөлеміз. Мына сатылымына көңіл бөлеміз, мына жер рейтингіне көңіл бөлеміз, отзывтарына көңіл бөлеміз. Міндетті түрде қанша отзыв бар екен, сосын мына товардың отзывтарына ең бастысы көңіл бөлеміз. Қанша отзыв бар, живой фотоларын қарайсыздар. Өткен суреттегі живой фото кейбір кезде отличается, сондықтан лучше живой фотоны қарап, отзывтарын қарап, аударатын жерлеріңізді сосын барып сатып алыңыздар.